айтып өтейін, мен 100 адамнан көп болмайды. Құдалық болмайды менің тойымда. Анаға материал берді, мынаған костюм шалбар болды, берді деген болмайды. Киесіз киімдеріңізді, тоқылдақларыңызды киесіз. Тоқ деп барып туылған менің тойымда жаңағы ойнап, күліп, қайтасыз болғаны деймін ғой. Көттай, мәселен қараң, бір адамның өзіне 150 мыңға дастархан. Бір адамның қорын 150 мың сом, өзіңіз ойлап қараң. Бір адам сен барасаң тойға, бір балаңды, екі балаңды, қолыңда тағы бөпеңді алып барасаң, көзіңіз ойлап қара. Соларды көріп мен ойлайтыным, хорошо, что мен той бермеген екенмін. Но енді ана келіп отқан бала менің тойымның не мәнісін біледі? Мен машақатпенен тырнақлап жинаған ақшама жайған дастарханыма ана бала соның не мәнісін, не қадірін білсін? Мәселені уағыр-бұғыр ешкім бір-бірін тыңлап отырған жоқ. Мәселен тойларда отырсақ та, осы күн үшін сен ақша табасың ба? Осы күн үшін сен дастархан жайып той беріп жатырсың ба? Сонда бақыт тойы деген қайда қалды? Мәселен, бақыт тойыңда қасыңда тұрайын деген қайда қалды?